Әдетте қарбалас тірліктен қол босамайтын ата-анасы жанында қалып, бар назар өзіне ауғанда, бала көңіл шаттанады ғой шіркін. Көптен бері Әсем мен Мадияр өз ұлы Мақсатқа көңіл бөлмей кетіп еді. Ертелге жұмыс басты бұл жас жұп күн қараңғыда үйіне оралады. Ұлын 5 жасында сүндетке жатқызып, бүкіл ағайын туған-туыстың басын қосып Құдай тамақ берді. Жұмыс басы болғандықтан көбіне жиын-тойдан қалып қоятын Әсемге есеппен сыйласатын мына заманда ешбір абысыны қол ұшын созбады. Күн ыстық, шыжып тұрған кез, ертеңіне тал түске ыстықта қалмайын деп бүкіл ыдыс-аяқты далада асыға жуып жатты. Мақсат анасының аяғына астына оралып болар емес. Ар ойна ыдыстар сындырасың деген анасының сөзіне құлақ асар бала бар ма? Жердің бәрі шылқа-шылқа су болған соң, аяғы тайып алма салатын шиша ыдыстың қырына дәл аузымен құлады. Шырылдап, жылап, аузының бәрі қан-жоса болды. Шиша сынып үстіңгі ернін мұрнына дейін екіге айырып жіберді. Оластай майда сынықтар тісінің араларына кіріп кетті. Бірнеше тісі сыныпта қалды. Әсемнің зәресі зәр түбіне кетіп баласымен қосылып жылап жүр. Қолы дірілдеп, әрең дегенде жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға апарып шиша қалдықтарын алып, ота жасап, ернін тігіп берді. Баланың құлағанының жақсылығы сол, отбасында жылулық, бала жүнде риясыз қуаныш пайда болды. Әйтпесе соңғы кезде балаға уақытылы көңіл бөлмеудің өзі жас жұптың осал тұсы болып көрінетін. Алайда ерніндегі тігістің жасылуы қиынға соқты. Қайта-қайта қанап, су тиіп іріңдей бастады. Баланың жылауы көбейіп, ызбайланып, тым ынжық болып кетті. Мадияр мен Әсем бұрындары балаларының бұлай бал-бұл сөйлегеніне мәз болса, кейде мезі болып ұрсып жататын. Көп сөйлемеуді бұйыратын. Енді міне, оның сыңғырлаған үнін еститін емес. Ыңырсып, кейде саусақтармен нұқсап көрсететін, қалауын сөзбен жеткізуді тоқтатты. Ерніндегі жара ауыратын болғандықтан сөйлесі келмей жүрген болар деп, әке-шешесі қатты назар аудара қойған жоқ. Әсем мұғалімдік қызметінен уақытша демалыс алып, баласына өзі қарап жүр. Баласының жылауы күн сайын үдей түсуде. Алғашында жаны ашып, ұлын ұрыспай мәпелеп жүрген ана байғұстың төзімі таусылуға шақ қалды. Мақсат көбінесе балабақшада болып, әке-шешесін мазаламайтын. Сенбі күндері Әсем өзінің анасына апарып тастаушы еді. Енді міне өз баласын өзі жақтыра алмай әрең шыдап жүр. Анасына қоңырау шалып, немересін тым еркелетіп жібергенін айтпақ болды. Алло, мама, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір қызым, өздерің қалайсыңдар? Мақсат тәуір болайын деді ме? Жоқ, қайдағы, керісінше еркелеп, ынжықтанып жүр. Әбден еркелетіп жіберген сияқтысыз. Ерке болсын, бұзық болсын мейлі, ең басы аман болса болғаны. Қандай бәледен аман қалды емес пе? Телефонды берші, сөйлесейін. Мақсат әжесіне бірдеңелерді айтқысы келгенмен сөйлей алмай ыңылдап қойды. Ақыр соңы ызасы келген балақай бар даусымен жылап жіберді. Оған не болған анасы еш түсіне алар емес. Біршама уақыттан соң Әсемнің анасы қайта хабарласты. Қызым, мен алаңдай бастадым. Мақсат сөйлеске бірдеңелерді айтты, бірақ сөздер түсініксіз. Ол бұлай еркелеген емес. Өзімен өз ойнап жүретін бала еді. Сөздері нық, анық болатын. Қызым, бұл еркелік емес. Өткен жол құлағында зақым келген жоқ па? Мен де соны уайымдап жүрмін, мама. Жаныма маза берер емес. Оны тезірек дәрігерге көрсет, қызым. Иә, мама, Мадияр да солай айтып жатыр. Ертең тексертуге алып барамын. Мадияр жұмыста болғандықтан Әсем баласын жетектеп ауруханаға барды. Расымен де баласының сөйлеуіне байланысты ақауы бары расталды. Оған қоса үстіңгі ерінде екі жаққа бөлініп ортасы арық секілді болып қалғандықтан сөздері тұр шықпайтынын айтты. Міне сол күннен бастап Әсем өз-өзін жеп қоя жаздап жүр. Ана байғұс баласының бұл көрген азабына өзін кінәлі сезініп, жастан көзі құрғайтын емес. Күн сайын ұйқыдағы ұлынан кешірім сұрап, көзіне жас алып қалады. Қайтсем де емдетем деп, бармаған жері, баспаған тауы қалмады ғой. Емші, дәрігер бәріне апарды. Бәрінің айтатыны бір, баланың ерніне қайта ота жасау керек. Алайда Әсем өз еліміздің дәрігерлеріне сенімсіздік танытып, бұл қадамға баруға қорқып жүрді. Мадияр екеуі ойлана келе Ташкент қаласына барып, Мақсатқа ота жасатпақ болды. Мадияр әйелі мен жарын жалғыз жібергісі келмей, өзі бірге бармақ болған. Жаным, сен жұмыстан қалсаң, қалай күн көреміз? Оның үстіне баланың еміне ақшаны қайдан табамыз? Сен еш алаңдамай жұмысыңды жасай бер, мен өзім алып бара берейін.
Жат елге қалай жалғыз жіберем сендерді? Сен уайымдама, бәрі жақсы болады. Алысқа кетпеймін ғой, Шымкент пен Ташкенттің арасы 1 сағаттық жер емес пе? Жарайды. Әсем кезек көбеймей жатып ерте бару үшін шекараға дейін таксимен бір күн бұрын сөйлесіп қойды. Түнгі сағат 4 шамасында жолға шықпақ болды. Сондағы ойы таңертең ерте барып дәрігерге ұлын ертерек көрсету болатын. Түн қараңғыда ұйқыдағы ұлын көтеріп жолға шығып кетті. Шымкент жетсай үлкен жолда көліктер апатқа ұшырады. Үлкен жүк көлігі келіп, дәл Әсем отырған жақтан жеңіл көлікті соқты. Өкініштісі, Әсем апат орын алған жерде көз жұмды. Кіп-кішкентай баласын өз денесімен қорғап қалған байғұс әйел ерлікпен жан тапсырды десек те болады. Осылай боларын білгенде Мадиярға сен бармай-ақ қой деп шырылдап жүргенін қарасаңызшы. Періштедей балақай анасының өлі денесін өз көзімен көріп, тіптен шошып қалды. Әсемнің денесін Шымкентке моргқа алып кетті. Ал Мақсат болса, шырылдап жылаған күйі полиция бөлімшесіне жеткізілді. Әкесі келгенге дейін қара терге түсіп тоқтаусыз жылай берді. Әкесін көрген кезде тіптен жылау күшейе түсті. Әкесі мен ол екеуі бірі анасын, бірі сүйікті жарын жоқтап еңірене жылап алды. Әсемнің денесін Мадияр ауылдағы әке-шешесінің үйіне апарып, сол жердегі жаназа намазы оқылып, мәңгілік сапарға шығарып салды. Жол апатына кінәлі жүк көлігінің жүргізушісі бас бостандығынан айырылды. Анасының қазасынан соң Мақсат бұрынғысынан бетер ынжық, кесір болып, ешкімге көнбейтін мінез пайда болды. Мадияр баласын әке-шешесіне тастап өзі қалаға жұмысына оралды. Мадияр да мектепке математика пәнінен сабақ береді. Анасы қазат болып, әкесі тастап кеткен балақай өзінің ешкімге қажеті жоқ адамдай сезініп бір бұрышта тығылып жылап отыратын. Мадиярдың ағасы Азамат қара шаңырақта әке-шешесінің қолында тұрады. 5 баласы бар, үлкен отбасы. Жеңгесі Дариға өте тамаша жан. Мақсатты өз балдарынан артық жақсы көріп, өзіне жақын татқысы келсе де, оған көнетін ол жоқ. Сен менің анам емессің, сен менің анама ұқсамайсың, деп маңына да жолатпайды. 6 жасқа толып, оң мен солды ажырата бастаған бала, өзін әкесі алып кеткенін қалап, сенбі күні келген әкесіне түрлі шағым айта бастады. Анасы көбінесе той-томалақта жүргендіктен, көбіне жеңгесі бас көз болып қалушы еді. Апам мені ұрды, бұзық болған үшін мені қараңғы бөлмеге қамап қойды деп, осы секілді өтіріктерді айтып, әкесіне шағымданды. Бұл сөздерді түсіндіре алмай, сақауланып қиналып жалған баласын құшағына қысып, үнсіз көз жасын ешкімге көрсетпеуге тырысты. Онсыз да қайғыдан қабырғасы қайысып, өлер десенген жеңгесінен мұндайды күтпеген Мадияр ешкімді тыңдамай жеңгесіне өте ауыр сөздер айтып, жүрегіне жара салды. Ұлын жетектеп бұл үйге қайта келместі есігін тарс жауып кетті де қалды. Қыркүйек айы келіп жетті. Мақсат даярлық сыныбына бара бастады. Әкесі үнемі өзімен бірге жетектеп, қай сыныпқа барса, сабақ берсе сол сыныпқа алып барып отырғызып қоятын. Мақсат күн өткен сайын тұйықтала берді. Айтқан сөзін сыныптастары түсінбей, бірнеше рет қайталап сұрай бергенінен дұрыс сөйлей алмағаннан ызасы келіп, қолын бір сілтеп сөйлемей кететін. Айналасындағы адамдардан алшақтай берді. Педагогтың жұмысы өте ауыр, әрі төзімділікті талап етеді. Бітпейтін қағаздар, тексерулер, одан қалса әр оқушының мінезі, сабақ үлгерімі үшін сөгіс естуі бар. Ал енді бұл шаруаға жас әкенің үй шаруасын қосыңыз. Өзі әке, өзі ана болып, баласының асын беріп, кірін жуып, үтіктеп жүрген өз баласымен тілдесуге мүлдем уақыт таппайтын. Мақсатты жарының аманаты санап, көзінің қарашығындай сақтап, жан баласынан қорғап жүргені, мен оған көңіл бөліп, әңгімесін тыңдауға әкесінің уақыты жетпейтін. Солай күндер өте берді. Әйел үйдің берекесі, мерекесі екенін, әйелсіз үй қаңыраған бос сарай боларын Мадияр ұғына бастады. Әйелмен қол ұстасып жүрген отбасыға сүйсіне, әйеліне қас-қабағын түйіп жүретін жігіттерге өз ақылын айтып жүретін. Әйелінің жылдық асы өткен соң теңді тауып үйлен деген таныс туыстың сөзіне мән бермейді. Баласына өзге біреудің ана болғанын қаламайды. Өз күнімді өзім көрем деп тіршілігін жасап жүр. Бірде өз анасы келсе, енді бірде марқұм әйелдің анасы келіп, үйдің іші сыртын реттеп, кем-кетігін түзеп, жыртығын жамап беріп кетеді. Мадияр көрінген адамнан ұлын қызғыштай қорғап жүрді.
Мақсаттың араласар досы жоқ. Әкесінің шектеуі күннен күнге көбейе берді. Бала түгіл ішкі жан дүниесіндегі аласапыранды ақтарып, жайып салар Мадиярдың да жанына жақын ешкім жоқтай. Күйзеліске түскен әке байғұс жынданудың алдында жүр. Кей кездері жасырын ғана марқұм әйелің суретімен тілдесіп, көз жасын бір сығып алады. Қайын жұрты өз рұқсаттарын берсе де, қайта үйленуді өзі қаламай қырсығып жүр. Анасы баласын бұл жүрісіне күйініп, жүрегі ауырып жүрсе де, Мадияр ешкімді тыңдамайды. Бала, менің жағдайымды көріп жүрсің, денсаулығым сыр беріп жүр. Жалғыздығың жаныма батып барады. Армандап кетпейін, балам. Мама, мен жалғыз емеспін. Қасымда балам бар. Ендеше өз теңіңді тауып шаңырақ көтеріп, әйелсіз үй қараңғы ғой. Балаңа да ана керек. Жас күнде үйленсең, балаңа да анасына тез үйренісіп кетер еді, деді. Өтініш, бұл тақырыпты қайта қозғамаңызды сұраймын. Өмір бойы осылай өтпексің бе? Иә, осылай жүремін. Неге мен түсінбейсіздер? Мен әйелімді сағынып, дидарым бір көруге зар болып, сезімім жанымды жаралап, өзімді қоярға жер таппаймын. Мені осындай күйге түсірген сезімді қалай өшірем? Өз әйеліме деген махаббат оты жанымды өртеп жатқанда, өзге елді алсам, ол адамға қиянат жасаған болмаймын ба? Ол әйелдің жүзіне қалай қараймын? Деді. Уақыт емші ғой, балам. Ұзақ уақыт бойы өмірлік жарым деп сеніп, арқа сүйеп келген тәтті де қызықты сәттерді бірге бастан өткізіп жүрген адамым бір сәтте жоқ болып кетті. Есімнен адасатын күйдемін. Жылап сықтауға мүмкіндік қалдырмау үшін бос уақытты азайтып жұмысқа беріліп жүрмін. Алайда мұның да пайдасы тиер емес. Өткені мені бостандыққа жіберер емес. Өзім ессіз адамды күй кешіп жүріп, өз әрекетімді тізгіндей алмай жүргенімде, өзгені жар етіп, ол үшін жауапкершілік арқалауға шамам жетпейді. Уақыт өте келе мұның бәрі артта қалады ғой, балам. Уақыт бәріне емші. Барлық болған жақсы жаман кездер үшін оған іштей алғыс айтып, өзіңе өткенді бостандыққа жіберемін деп айт. Оның да жаны жай тапсын, балам.